Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Жайменде екінші күнге кеп қалдық. Кеше жазғандарыңызды көріп жатырмын, барлықтарыңызға рахмет. Біз осы жақта ағаларымызбен тамақ ішіп отырмыз. Білесіздер ғой, мен қай сезонға келсем де үлкен кісілермен жақсы араласып кетемін. Данияр деген кісі, жасыңыз қанша деді сіздің? 44 жаста ағамыз, бұл кісімен жақсы араласып кеттім. Мына жақта Арман деген өзім әзілге жақын, стендап дейді, өзі мен вайбымдағы жігіт екен мына жақта. Ана жақта сосын Тимур деген баламыз бар, Америкада оқып келген деп жайлап өтіп кетсең. Уля бар, Уля, ой, бұл қыз енді бөлек қыз да енді, бұл қыз ше. Стюардессалар ұқсап әдемі болып отыр. Уля, бірдеңе десей? Всем привет. Болды ма? Уля, өзіміз Шымкенттің қызға негізі вайбымыз келеді екеуміздің ше. Жайлап лайк бастелеп не барсаңды клиент жағымыз. Ойпырмай, ас болсын, ас болсын. Естіп отырмыз, обед ішіп жатырмыз. 14:30-да Евразия арнасы қосулы болсын. Достар, қалайсыздар? Біз Жанна деген қызға сұрақ қоямыз. Жаннаға бірінші қоятын сұрағым, бойың неше? Сәлем. Ұстамай қойшы, мен өзім жүргізушімін, мен ұстап тұрамын. Мен бойым 1,78. 1,78 бойы. Ұра береміз ба? 1,78 екен бойы. Енді екінші сұрағым, жалпы жігіттің қыз достары болады, оған көзқарасыңыз қалай? Және де жігіт қыздан бір саты жоғары тұрады дегенге қалай қарайсыз? Өте жаман қараймын. Өйткені еркек адам қазіргі заманда, последний заманда еркек адам қыздан бір саты төмен тұру. Мына кісі қалай. Бірақ сіздің бойыңыздан кез келген жігіт бір саты төмен тұрады мына бойдан. Айтып кеткен жоқпын. Сосын қыз бен ұлдың арасында ешқандай достық болмайды. Менімен болады, бірақ менің жігітіммен, мен күйеуіммен ешқандай подругалар болмайды. Сіз өзіңіз таныстырған жоқсыз әлі? Жоқ, таныстырған жоқпын. Міне өзін әлі таныстырған жоқ. Бүгін ортаға шығып таныстыратын болады ғой. Барлықтарыңызға сәлеметсіз бе көрермендер. Бүгін бізде қызу дайындық. Мұнда бенд дайындалып жатыр. Мұнда міне қатысушылар өздерімен-өздері видео бірдемесіп жатыр. Мұнда қасымызда Аризаға сұрақ қойғым келіп тұр. Енді кеше андай тема болып кетті ғой. Әсел маған айтты, 27 жаста кәрісіз деп та. Жалпы сенің ойың қалай сол бойынша? 27 жасты кәрі деп санайсыз ба? 27 жас негізі нақты жасқа тұрмысқа шығуға мен кәрі деп санамаймын. Наоборот, жасарыңды жасап, жұмысыңды жасап, өзіңді қамтамасыз етіп, ешкімге тәуелді болмай, тұрмысқа шыққан дұрыс қой? Жап-жас, мысалы, фигурасы қандай күшті, мысалы, жас көрінесіз. Осылай қуанып қойып. Жалпы 27 жас негізі нақты жас деп ойлаймын. Бірақ кәрі деп санамайсың. Негізі жалпы бар ғой, мен кеше сонда сол бойынша мен статистика қараған болатынмын. Оказывается, статистика бойынша 35 жасқа дейінгі қыз балалары вообще кәрі деп саналмайды екен. 35-тен кейін уже. Ал Мерей енді, Мерей. Ай, Мерей, не болып кетті? Итті егер алмай қалды ма, мені алып кеттің да? Енді айтайыншы, Мерейге ит жоласа неғып кетеді екен да, секіріп кетті. Енді саған сұрақ қояйын. Жалпы соңғы қарым-қатынасың қашан болды? Бір ай бұрын. Сен кеше ғана вроде қатысушылардың біреуіне айтқан сияқты едің. Сіз қалай отношенияңыз біте сала келе қалдыңыз? Жоқ, кеше бұрын қатысушылар келді, сол кезде айтқан болатынсың. Сен қалай бір айда сразу дайын болдың қарым-қатынасқа? Енді мен шын емеспін, ондай сұрақты өзіме ондай сұрақ келетін білемін. Сен қойсын деп қойған. Негізі мынандай болды. Біз ол адаммен негізі тоқтатамыз деп жүргенімізге менің ойымда жүрген не ол, осы эфирда негізі сондай ой жүрген. Одан кейін біз сыртта да көрейік деп ойладық. Одан кейін сыртта бізде болған жоқ болғаннан кейін тоқтатуға тура келгендіктен тоқтатып тастадық. Негізі толықтай ұмыттым десем де болады. Ұмытатын әрекет жасады. Келесі сұрағымыз Арукиге. Аруки, жағдайың қалай? Жақсы, рахмет, өзіңіздер қалайсыздар? Шүкір жақсы. Саған осындай сұрақ қойғым келіп тұр. Жігіт пен қыздың арасындағы достыққа сенесің ба? Иә, сенемін. Онда жігіт достарың көп болып тұр ғой да? Достарым бар. Қырғызстанда көп достарың. Көп емес енді, 4-5 бар. Сол 4-5-інің біреуі саған ғашық деп ойламайсың ба? Жоқ, ойламаймын. Алар девушкалар бар. Біз просто доспыз, арамызда этот неме бар. Керем. Бір досыңның өзі саған бір внимание бөліп, мен сені ұнатып қалдым дейтін әңгіме болған жоқ па? Жоқ, ондай болған емес. Керемет, ал менің достарым барлығы мен ұнатып қала береді екен почему-то. Келесі біздің сұрағымыз біздің сері жігітіміз Шермұхамедке берейік. Қалың қалай Шермұхамед? Өте керемет, көңіл күй бәрі жақсы бүгінге.
Сен негізі кеше эфирде байқадым, бір қысылып отқан сияқты болдың ба, үндемейсің, бір сондай болып отырдың. Неге эфирдің атмосферасы қысып тастады ма сені? Негіз жалпы бірінші эфир болғандықтан қобалжу болды, бірақ бүгінгі күнге көңіл күйім де, настроем де өте жақсы. Болашақта әлі де ашылатын қырлары көп деп отырсың ғой да? Иә, әрине үйренсеміз, әлі де активный болуға тырысатын боламыз. Енді осы орайда саған бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жігіт пен қыздың достығына сенесің ба? Иә, әрине өзімнің де қыз достарым көп, жалпы айтқанда. Негізі мен оқыған жерімде де окружением көбісі қыздар болды. Болашақта үміткерің келіп, қыз достарың бәрін құрт дейтін болса не істейсің? Ондай қыз келмейді деп ойлаймын. Егер сөйтіп айтатын болса, сен сразу Ойын өзгертеміз. біздің сұрағымыз, біздің тағы да бір сері жігітімізге, Бағдәулет, қалың қалай? Саламатсыздар ма, жақсы, өздерің қайсыздар? Шүкір жақсы. Не істеп жатсың? Қалай не істеп жатсың? Білмеймін, бір нәрсе түсіріп жатсың ба жігіттерді? Фотографпын ғой негізі. Сол жігіттерді түсіріп жатқам. Саған сұрағым, бұйырса, үміткер келіп жатса, қандай үміткер күтесің? Сен негізі кеше ортада болдың ба? Жоқ, әлі болған жоқпын, ортаға шыққан жоқпын әлі. Ортаға шыққан кезде талабымды айтып, сол жақта естисіздер деп үміттемін. Сен қыз бен жігіттің ортасындағы достыққа сенесің ба? Жалпы негізі 50-50. Кейбір жағдай болады. Жоқ, сен либо сенем деп айт, либо сенеміз. 50-50 деген қалай түсінсе болады? Былай ғой, жалпы неге сенбеймін. Неге сенбейсің? Бірақ кейбір жағдайлар болады. Дос болу керек бір жағдайлар болады. Өйткені менде өзімнің өмірімде лично бар, дос қыздарым бар, өзімнің араласатын чисто жұмыс жөнінде отырып кездесіп. Қалайсыздар? Біз Аяның үйіндеміз. Мен мына жақта жайма базам жайып қойып боянайын деп жатырмын. Ая не істеп жатыр? Өзімен өз отқан мына қызды қарасаңдаршы. Мынандай қыз кімде бар мынау? Қалай бұл? Бұлай бала отыруға болады. Өзімен өз ләдүшкі істеп отырады. Мультик көріп отыр, жаным-ау. Жаным-ау, өзіне қыз кімде? Ой, шаш тұрып кеткен, көз түсіп кеткен, мамасымен бірге әбеткен ұйықтады. Ой. Не деген тәтті бала болып тұр бұл? Ей, писёней. Жатырмын маманың аяқта. Қызы керек па? Сатам аласың ба? Алып кетейін ба сен Алматыға? Писёней? Мансұр мен Асылхан рахаттанып қарайтын сияқты бөпе керек деп қойды алдында маған. Біз Ая екеуміз мына жақта келісіп жатырық. Біз өзіміз қыдырып, сторисқа мән бермеге соң айтып жатырық екеуміз. Кім сторис бүгін 15 сторис салады? Кімнің сторисы 15 болады, ол түн сағат 12:00-ге дейін. Ал кімде аз болады, сол конкретно 20 мың теңге береді, кел. 20 мың теңге береді, 15 сторис болса. Екеумізде де 15 болып қалса не істейміз? 10 мыңдай береміз. Бір-бірімізге 10 мыңдай береміз. Жоқ, онда қызық болмайды.